Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі бұрышты анықтау тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Бізде берілген М0 нүктесі арқылы өтетін, берілген түзудің теңдеуі мен перпендикуляр болатын жазықтықтың теңдеуін табуымыз керек. Олай болса, яғни суретін салайық. Бұл жерге жазықтық белгісіз, бірақ альфа жазықтық арқылы ол М0 нүктесі арқылы өтеді. М0 нүктесі альфа жазықтығына тиісті болу керек, және L түзуі осы жазықтыққа перпендикуляр болу керек. Яғни L түзуі жазықтыққа перпендикуляр. Осы шартты қанағаттандыратын альфа жазықтығының теңдеуін табуымыз керек. Олай болса, есептің шартын қысқаша жасайық. М0 нүктесі тиісті болу керек альфа жазықтығына, яғни М0 нүктесі арқылы альфа жазықтығы өту керек. Және L түзуі мен альфа жазықтығы бір-біріне перпендикуляр болу керек. Енді түзудің теңдеуіне назар аударсақ, бізде ол екі жазықтықтың қиылысуында пайда болған түзудің теңдеуі. Олай болса, осы әр жеке-жеке жазықтықтардың нормаль векторларын қарастырайық. N1 векторының координатасы абсцисасы 1-ге, ординатасы 0-ге, аппликатасы -4-ге тең. Ал екінші жазықтықтың нормаль векторының координатасы абсцисасы 1-ге, ординатасы -1-ге, ал аппликатасы 0-ге тең. Олай болса, осы екі нормаль векторлар арқылы біз P бағыттаушы векторның координатасын табамыз. Ол бізде нормаль векторларының векторлық көбейтіндісіне тең. Анықтауыш бойынша жіктейміз. I, J, K. Сонда 1, 0, -4, 1, -1 және 0. Енді мәндерін табатын болсақ, бірінші жол, бірінші баған бойынша 0, -4, алдында -4, -4i. Келесі, бірінші жол, екінші баған бойынша 0, мұна -4, алдында -+, жасына сыртында -4g. Келесі, бірінші жол, үшінші баған бойынша -1, -k. Сонда P бағыттаушы векторының координатасын анықтай аламыз. P бағыттаушы векторының координатасы абсцисасы -4, ординатасы -4, аппликатасы -1. Барлығы минус болғандықтан біз оның барлығын плюске алмастырсақ, ештеңе өзгермейді. 4, 1-ге тең деп қарастыруға болады. Енді суретке назар аударайық. L түзуінің бағыттаушы векторы осы L түзуіне бізде параллель болады. Ал ол жазықтыққа перпендикуляр. Олай болса, P жазықтыққа перпендикуляр болатын болса, онда осы P бағыттаушы векторын альфа жазықтығының нормаль вектор деп қарастырсақ болады. Онда осы нормаль вектор арқылы өтетін жазықтықтың жалпы теңдеуін жазайық. Ол бізде 4x қосылған 4y қосылған z қосылған d тең болады 0-ге. Бұл осы P бағыттаушы векторы нормаль вектор болған жағдайдағы жазықтықтың жалпы теңдеуі. Бірақ бұл жазықтық бізге М0 нүктесі арқылы өту керек. Олай болса, М0 нүктесінің координатасын жазықтықтағы x, y, z-дің орнына қойып, белгісіз d-ның мәнін табамыз. Олай болса, 4-ті көбейтеміз 2-ге, қосамыз 4-ті көбейтеміз 0-ге, және -2 қосылған d тең болады 0-ге. 8-ден 2-ні азайтсақ, 6 қосылған d тең болады 0-ге. d-ның мәнін тапсақ, -6-ға тең. Олай болса, ізделінді альфа жазықтығымыздың теңдеуі 4x қосылған 4y қосылған z -6 тең болады 0-ге. Балалар, біз сіздермен қарастырдық кеңістіктегі түзуді анықтау тарауынан алған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.